көбісінің сұранысымен грудной остеохондрозға 4 жаттығу көрсетемін. Мынау білесіздер ғой, біздің омыртқамыз бүйтіп кифоз болады. Білесіздер ғой, шейный лордоз болады, грудной кифоз, сосын поясничный лордоз дейді, сосын мына жерден тағы да крестовый, мынау астыңғы жағында оны тағы кифоз дейді. Сол мынау кифозный осанка дегенде міне осында круглая спина дейді, осылай болып қалады адамдар. Содан мынау омыртқамыз езеді бүйтіп қисайып, ішінде тұрған кезде, езген кезде алдыңғы жағын. Ол қалай езеді? Мынау біздің бұлшықеттеріміз короткий болып қалады, кішкентай болып. Сол кезде езген кезде мына жерден грыжа шығып кетеді. Соның алдын алу үшін осында жаттығулар жасау керек. Мынау бірінші жаттығу. Көрдіңіздер ме? Қолды артқа қойып, болса кәдімгі керіліп артқа істейсіздер жұмысты. Мынау бұлшықеттеріңізді қаны айналымын, бұлшықеттеріңізді осыны дамыту керек сіздерге. Өйткені көбісі отжимание жасайды, пресс жасайды, бәрі бүйтіп қалады да алдыға. Олай болмайды істеуге. Артқы мынау арқаның бұлшықеттерінде ұмытпау керек. Осы бірінші жаттығу. Кез келген үйде енді мынандай стулдар бар, отыратын орындықтар. Үлкен ұзын кішкентай, бірақ істей беруге болады. Мінеке, артқа қоясыз аяқты. Мынамен созылып, бүйтіп істейсіздер. Арқаңыз, біздің бірінші мақсат арқамыз бүйтіп тұрған, бүйтіп бүкірейіп тұрған арқамызды бүйтіп майыстыру керекпіз ғой. Ішіне осылай. Көрдіңіздер ме? Тартылып, мынау бұлшықеттер, мынау иықтарымызды бәрін осыны тартып істейміз. Ол бәріне қатысты негізі осылай істеп тұру керек. Өйткені сіздер қолды көтеріп жүрмейсіздер ешқашан. Сол екінші бұл. Үшінші жаттығу, қолды бүйтесіз. Сосын бүйтіп жасайсыздар. Көрдіңіздер ме? 1, 2 деп. Осылай. 3 деп. 4 деп, мінеке осылай скручивание болу керек. Көрдіңіздер ме? Өздеріңіздің денсаулығыңызға қарап істейсіздер. Екінші жаққа да солай. Оны осылай да тұрып істеуге болады. Көрдіңіздер ме? Мақсатымыз мынау жердегі омыртқамыз, бел омыртқамыз мынау бүйтіп айналу керек. Түсінікті ғой да? Бұл үшінші жаттығу. Түсінікті қылатындай қылып, мінеке бетіңмен былай мінеке осы шығып бүйтіп керілесіз артқа. Сол кезде түсінесіздер. Мынау мына жерлеріңіз, иықтарыңыз созылады. Мына жерлеріңіз кімде проблемасы бар, ауыра бастайды, ашиды. Біліп қойыңыздар. Егер мақсаттарыңызға жеткізіңіз келсе, мына жерлеріңіз ауырмайтын қылғыңыз келсе, оны осы жаттығу жасаған кезде мына жерлеріңіз ауыра бастайды. Бәрі ауырады, кәдімгідей ашиды. Бірақ шыдасаңыз, сол кезде ғана нәтиже шығады. Денсаулықтарыңыз мықты